Қайырлы күн, құрметті жас достар, оқырмандар. Қазір біздің психолог маманымыз қосылсын. Сәлеметсіздер ме? Мен оған дейін өзімді таныстырып өтейін. Ең алғаш өзімді таныстырып өтетін болсам, қазір міне қосылып жатыр. Қайырлы күн, құрметті жас достар, оқырмандар. Облыстық жастар қоғамдық және психологиялық көмек көрсету бөлімінің Күмісбекова Селдәуқызы болды. Жандира ханым, қалайсыз? Қазір көрінбей жатырмын ба? Жоқ, жақсы көрініп тұр. Кішкене Мен өзімді көрмей жатырмын. Көрмей жатырмын дейсіз бе? Көрініп жатырмын ба, Шел? Көрініп тұрсыз. Интересно. Қазір тағы да бір көрейінші, я, чтобы көріну үшін. Хорошо. Так. Кішкене техникалық ақаулар болып жатыр бізде. Қазір қалай, Жандира? Жақсы. Жақсы көрініп жатыр ма? Иә, жақсы көрініп жатыр. Мен де сені жақсы көріп жатырмын. Яғни, құрметті оқырмандар, өтейін. Психологы Сәрсен Жандира, қалыңыз қалай? Өте жақсы, өте тамаша, керемет. Қуаныштымын сені қазір көріп жатқаныма, өте қуаныштымын. Біраз болды көріспегенімізге. Қуаныштымын. Рахмет. Иә, бүгінгі тақырыбымыз өте күшті. Да. Тақырыппен таныстырып өтейін бірінші оқырмандарға. Бүгінгі дауыс кішкене шыққан сияқты. Менің даусым ба? Иә, сіз жақтан. Бірақ сені күшті естіп жатырмын. Енді ше? Иә, қазір жақсы. Оқырмандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни бүгінгі кезінде тұрмыстық зорлық-зомбылық мен отбасылық боламыз онлайн. Жандира ханым, карантин жалпы жұмысыңыз жалғасты? Немен айналыстың? Иә, онлайн жұмыс істедім, онлайн арқылы. Көп тақырыптар болды. Бүгін сол қандай тақырыптар арасында зорлық-зомбылықта болған? Иә. Зорлық-зомбылық туралы. Иә, даусын бір жоқ, менің де даусым сондай болып жатыр ма? Жоғалып. Даусыңыз анық естіліп жатыр. Сенікі бір жоғалып, бір шығып жатыр да қазір.
Мгм. Мен де естіп жатырмын. Мгм. Қазір Телефонды шамалы, телефонды чуть-чуть қоясың ба? Просто. Мгм. Мгм. қазір даусым Мгм. анық естілмейді. Анық естіліп жатыр, бірақ та айтқан сөзін жоқ болып қалып жатыр да. Айтқан сөздерін жоқ болып қалып жатыр. Қазір Жалғастыр. көрейікші тағы. Аха. Иә. Э, Қазір ретінде қазір ішкі істер министрінің өзінің жоспары бойынша қазір зорлық мәселелері бойынша бізде Қазақстанда 14 жаңадан зорлық зомбылыққа 14 жаңада орталық ашылды. мгм. Бізде зорлық зомбылық бойынша елдер көп. Бұның себебі қалай бұл сіздің ой? Мен ойлаймын, как вот қазақша қалай, шамалы қазақша қиындау болады маған, бірақ сен Әселка түсінесің ғой. Иә, мен қазір Дайын, о бастан отбасына дайын емес. О бастан қалай айтсам екен, үлгі болмаған, отбасында ата-анадан үлгі көрмеген, қарым-қатынасқа конструктивті диалог, күйеумен қарым-қатынасқа түсуге үлгі көрмеген. значит екі не істейсіз ғой, иә? Түбі сол жақта да, түбі өзінің бұрынғы отбасында. Иә. Олар өзімен, ата-анасы келісіп өмір жасаса, үлгі алатын еді. Немесе ол қыз көрген, дәл соны көрген, сол сценарий. Мамасы папасынан таяқ жейді, папасы ішіп келеді, ақша таппайды. Дәл сол сценарийді қайталайды. Сол сценарийді қайталайды. Агрессор мен құрбан бір-бірін сезеді. Қалай айтсам екен, саналы сезім, бейсанада сезеді да, олар тартып алады бір-бірін. Агрессор мен жертва, агрессор деген күйеуі, тиран да, а жертва құрбан, олар бір-бірін сезеді де, бір-бірін тартып алады өміріне. Екеуі қосылады. Бірақ ол әдейі қосылмайды. Иә. Сол сұрақтарға жауап жаздым да мен. Сен сұрақ Қазір құрметті мұсылмандар, егер сіздердің де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, психологымызға түрлі сұрақтарыңызды беріп өздері болады, жауап беретін болады. Қалайша қыз бала сезіну керек та, сезіну керек. Сіз жоқ болып кеттіңіз. Жоқ болып кеттім ба? Түріңіз анық емес болып тұр. Енді ше? Қазір де солай болып тұр. Енді жалғастыра берейік, может уақыт келе дұрысталып кетеді. Иә. Енді Әлде мен сен кішкене, жақсы көріп тұрмын. ал сіз жақ кішкене дұрыс емес көріп. Енді ше? Жалғастыра берейік. Енді? Әлде солай болып тұр. Біз прямой эфирімізді сақтайтын боламыз, сондықтан Қазір шығып тағы да кіремін, ондай болса, Әсел. Бізде бұзылып кетеді эфир. Бұзылып кетеді ма? Өте өкінішті. Иә. Мен сізге, Жандира ханым, алғашқы сұрағым, айтыңызшы, пандемия кезінде тұрмыстық зорлық зомбылыққа ұшыраған қыз-келіншектерге бұрынғыдан гөрі қиынырақ болады негізі. Себебі қазіргі таңда жаңағыдай туыстарына бара алмайды, ешқандай орталықтарға бара алмайды. Тем более өзіңіз білетіндей Шымкент, Түркістан облысы бойынша біздерде кішкене менталитетімізге сай емес қой ол. Дауысым естіліп тұр ма сізге? Естіліп тұр, иә. Бізге кішкене сай емес. Таңдауға келгенде біз туған туыстарымызға немесе жаңағыдай полицияға шағым түсіретін боламыз.
қыз келіншектер тиранмен өмір сүріп жатқанын қалай біле алады? Сол жағына жауап берсеңіз. енді егер де ұрып жатса, иә, шекарамызды бұзса, ол тиран. Қызғана берсе, бізді қызғана берсе, ол тиран. Иә. Кінәлі сезімге тықса, ол тиран. Бірақ шын мәнісінде бұл жерде екі ойыншы, әйелде, екеуі де екеуіне байланысты. Білесің бе, шешім бар, бәрібір шешім бар. Мына туысқандарға бару қажет жоқ. Екі айға ағасы бар, інісі бар, ата-анасы бар, иә? Екі айға квартира бір бөлмелі алса да, бөлек шығып, көмек сұрау керек туысқандардан. Анық емес естіліп жатыр. Что-то интернет сізде. Қазір басқа жерге отырайыншы. Ендеше. Бөлініп естіліп жатыр да, сонда кішкене оқырмандарға дұрыс ақпар жетпей қала ма деп жатқаным. Соны білмей жатырмын ғой, қай жерге, неге ондай жақсы интернет подключение бар? Иә, бөлініп естіліп жатыр даусыңыз. Өте өкінішті. Связь нашар. Кімде связь? Менде нашар ма? Сет нашар болып жатқан сияқты сіз жақтан. Сет. Мен жалғастыра беретін болыңыз. Өйткені қазір. Ой, Әсел. Дегендей. Енді нормально ма? Енді нормально, даусыңыз жақсы естіліп жатыр. Более-менее ма? Иә. Енді жақсы. Сонымен сұрағым талап тұрсақ. Иә. Шын мәнісінде мәселе білесің бе неде? Мәселе қазір айтамын. Білесің бе, не үшін тиранды шыдайды? Не үшін тиранмен өмір сүреді? Таяқ жесе де, таяқ жеп, кінәлі сезімге тығып жатады. Бала үшін. Баламен кетсем кім мені бағады? Тәуелділік. Финансовая зависимость. Меня слышно? Кира, сәлем. Меня слышно? Тағы да біз даусыңыз анық емес. Неге ондай болып жатыр? Қазір ше? Нормально? Енді ше, Әселка? Жандира, қалай жасасақ онда? Мен прямой эфирді өшірсем, қазір барлығымыз жоғалтып аламыз, қайтадан сұрақ қоюға тура келеді. Білмеймін кімнен, мен сені жақсы көріп тұрмын. Интернет жақсы. Тоже интернет жақсы менде. Мен сізді анық емес көріп тұрмын, неғып екенін білмеймін. Бөлініп естіліп жатыр да, біздің күшті эфирімізді бұзып жатыр. Күшті тақырып еді бұл. Иә, өте жақсы. Қазір. Не істейміз енді, Әсел? Онда былай жасасақ, мен қазір шығып, қайтадан қосылсам, бірақ эфирді сақтаймын. Жарайды. Құрметті көрермендер, онда жоғалтып алмай, қайтадан қосылатын боламыз. Сіздерді күтеміз эфирде, жақсы?